Қараңғыда әкесі мен баласы көшеде келе жатады. Сонда әкесі баласына айтады, артында келе жатқан баласына айтады: балам, аяғыңды абайлап бас, жаман жерді басып қоясың дейді. Сөйтсе қараңызшы, бала не дейді: әке, сіз аяғыңызды абайлап басыңызшы, мен сіздің басқан ізіңізді басып келе жатырмын дейді. Не айтқымыз келді ағайындар? Балаңыз жақсы болсын десеңіз, сіз жақсы болыңыз. Балаңыз намысты болсын дейтін болсаңыз, сіз өзіңіз намысты болыңыз. Елім, дінім дейтін бала керек па? Сіз сол елім, дінім дейтін әке болыңыз. Не дейді? Бала сіздің істегеніңізді істейді, айтқаныңызды істемейді. Сол үшін баланың алдында отырған кезде мына бос сөздерден өте сақ болу керек екен ғой. Және өзіңізді шынымен де жақсы жағынан көрсетіңіз балаға. Сол бала да сіз сияқты жақсы болуға тырыссын да.